келдіңіздер. Бүгінгі видеомда барлығын қызықтыратын және де маған Инстаграмда ең көп қойылатын сұрақтардың бірі ол Түркиядағы шығындар. Яғни Түркияда тұруға қанша ақша кетеді? Тұрғын үй, жүріп тұру, тамаққа деген сияқты өте көп категориялар бар. Соның барлығын жинастырып мен өзіме жазып алдым блокнотыма. Арасында қарап отыратын боламын, бірнеше категорияларға айырдым. Әрине қанша ақша жұмсауы адамның өзіне байланысты, бірақ та бұл жалпылама және де мен орташа бағаны айтатын боламын. Ең бірінші категория ол әрине тұрғын үй. Бұрын салған видеомнан білетіндеріңіздей, бұрын мен жатақханада тұрған болатынмын және де жатақханада әрине көп шығын бола бермейді, себебі Түркиядағы жатақханаларда 2 уақыт тамағы бар, тренажеркасы бар, кір жуу, уборка барлығы ішіне кіргендіктен ол жерде айлық өте көп шығын шықпайтын. Қазір мен Стамбулда пәтерге көштім және өкінішке орай Стамбулда пәтер табу өте үлкен проблема. Студия немесе бір бөлмелі пәтердің орташа бағасы 1500-2000 лир деуге болады. Әрине бұл ол пәтердің районына байланысты, орталықта орналасқан ба, шетте орналасқан ба, яғни 1000 лирға да табуға болады, 3000 лирға да, 3500, 5000 лирға да люкс пәтерлер табуға болады. Әрине пәтердің бағасы әртүрлі критерийлерге байланысты болады. Жаңа үй, ескі үй, орталықта немесе шет жақта. Стамбулда үй жалдағандағы ең маңызды нәрсе ол жиһаздың болып болмауы, себебі көп пәтерлер жиһазсыз, яғни бос жалға беріледі. Ал жиһазы бар пәтерлер қымбатырақ болып келеді. Екінші критерий ол төлемдер, яғни фатуралар. Үйдің айлық бағасына қосымша электр, газ, жылу, ыстық суға бөлек төленеді. Ал Түркиядағы үйлер көбінесе газбен жылынады, яғни орталық жылу системасына қосылған үйлер де бар, бірақ та көбінесе газбен жылынады. Ал газдың бағасы Түркияда өте қымбат. Сондықтан да коммуналдық қызметтер көбінесе қыс айларында өте қымбат болып келеді. Электр, су, жылу, осының барлығына интернетті де қосқан кезде айына максимум 500 лир шығады деп есептесе болады. Айтпақшы, мына жерде бір жерде менің айтып жатқан орташа бағалар бір-біріне қосылып, теңгемен, лирмен көрсетіліп тұратын болады. Стамбулда көбінесе студенттер достарымен бірігіп пәтер жалдайды, яғни ev arkadaşı. Себебі кира мен фатураны бөліп төлеуге өте ыңғайлы болып келеді. Ал үшінші категория ол транспорт немесе көлік. Басқа шығындарға қараған ең аз шығын, бірақ та бізбен салыстырғанда транспорттың бағасы қымбатырақ. Стамбулдағы көлік түрлері метро, автобус, метробус, вапур және такси. Бұл барлық көлік түрлерінде Стамбул карт деген карта қолданылады. Бір айлық проездной билеттің бағасы 275 лир. Бұл стандарт картаның бағасы. Ал егер сіз студент болсаңыз, онда айлық 50 лирға карта аласыз. Бұл абонемент, яғни абонман деп аталады. Ішінде 200 поездка. Ал егер де такси қолданатын болсаңыз, таксидің бағасы бізге қарағанда қымбат, минимум 20 лирдан басталады. Яғни орташа есеппен, егер айда 1-2 рет такси қолданатын болсаңыз, және де басқа уақытта картамен жүретін болсаңыз, шамамен 100-150 лир айына транспортқа шығады. Төртінші категория ол азық-түлік. Егер сіз көбінесе үйде тамақ жасайтын болсаңыз, ал үйде тамақ жасау сирек кездесетін жағдай, себебі үйге тамақ алдыратын мобильді қосымшалар өте кеңінен таралған. 5-10 минуттың ішінде кез келген рестораннан үйге тамақ алдыруға болады. Ал егер сіз аптасына ең аз 4 рет үйден тамақтанатын болсаңыз, магазиндегі саудаға айына 400-500 лир кетеді. Мысалы, менің ең соңғы барғанымда мен 90 лирға сауда жасаған болатынмын. Жалпы аптасына 1 рет солай сауда жасаймыз деп есептейтін болсақ, айына 400-500 лир кетеді деп есептеуге болады. Бір айта кететін жағдай, Түркияда қызыл ет қымбат болып келеді бізге қарағанда, бірақ та жеміс-жидектер бізге қарағанда өте арзан. Мысалы, бір авокадоның өзі 200-300 теңге тұрады. Бесінші категория ол сыртта тамақтану, кофе, шай, тағы да басқасы, яғни кафе, ресторандарға кететін шығын десек болады. Егер аптасына ең аз 2 рет сыртта достарыңызбен кездесіп тамақтанатын, кофе ішетін болсаңыз, орташа бағамен 1 рет тамақтануға 50 лир жұмсайсыз. Демек, айына 350-400 лир. Ең соңғы, бірақ та ең маңызды категория ол телефон немесе интернет. Түркиядағы бір сим-карта, яғни номердің бағасы 70 лира. Оған қосымша интернет жүктеу керек болады, ал Түркиядағы ең үлкен проблема ол лимитсіз интернеттің болмауы. Ең үлкен пакет 6-8 гигабайт. 6-8 гигабайт 50 лир тұрады.
және де ол әрине бір айға жетпейді. Айына 2-3 рет пакет сатып алуға тура келеді, яғни айына 150 лира интернет пен телефонға кетеді деп есептеуге болады. Айтпақшы, бұл тек қана телефонның интернеті. Видеоның басында тұрғын үйдің төлемдеріне интернетті қосып есептеген болатынмын. Әрине бұл категорияларға қосымша ол киім, шопинг, спортзал, кинотеатр, музей, тағы да басқаны қоса беруге болады. Бірақ та мен бұл видеода жалпылама барлығына ортақ стандарт категорияларды табуға тырыстым. Айтып кеткенімдей, әр адамның өмір сүру түріне байланысты өзгеруі мүмкін. Бұл видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де осындай видеолар тағы да түсіргенімді қаласаңыздар, комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.